Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ТЖБ 90-дық жиынтық бағалау 4-ші сынып әдебиеттік оқудан 4-ші тоқсан бойынша жауаптарын сізге ұсынатын боламын. Менің каналымда көптеген математика пәнінің есептері, тағы да басқа да сабақтың түсіндірмелері, қазақ тіліне ережелерін таба аласыздар. Дүниетану, жаратылыстану, қазақ тілі, математика сабақтарынан да БЖБ, ТЖБ тапсырмалардың жауаптарын алуларыңызға болады. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы балалар, тапсырмаларға кірісейік. Бұл 90-дық жиынтық бағалау 4-ші тоқсан бойынша ұзақтығы 40 минут. Қане бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бер. Мәтін ғарышта деген тақырыпта. Өздеріңіз стопты қойып, мәтінмен танысып аларсыздар. Мен қазір мәтінмен жұмысты бірден талдап өтейін. Мәтіннің кейіпкерлері өздерінің салмақсыздыққа тап болғанын қалай анықтады? Жауабы: олардың күйме шаналары жеңілдеп кетті. Олар отырған орындарынан ажырап, өздерінің қалықтап жүргенін сезді. Келесі. Дастанның таяқшынды түсіріп алма деуінің сыры неде деп ойлайсың? Жауабы: таяқшыны жоғалтып алса, шынайы өмірге қайта орала алмай қалуы мүмкін. Таяқшы арқылы жермен хабарласып отырады. Егер оны түсіріп алса, жермен байланыссыз қалады. Келесі. Мәтіннің негізгі бөлімнің мазмұнын бір жаққа өзгертіп, қысқаша баяндап бер. Біз биіктей бердік. Бір кезде өзіміздің де, аттарымыздың да жеңілдеп кеткенін байқадық. Біз салмақсыздыққа тап болғанымызды түсіндік. Енді бір-бірімізден ажырап қалмауды ойладық. Қолдарымызды тас қылып ұстап алдық та, делбенің бір ұшымен өзімізді шанаға байлап қойдық. Міне балалар, осылай жазатын боласыздар. Бұл тапсырмаға 6 балл беріліп тұр. Келесі тапсырма, екінші тапсырма оқылым. Мәтінді түсініп оқып, тапсырмаларды орында. Аватардың тілін білетін Арман. Сіздерге өздеріңіз оқып аларсыздар, сіздерге оқып бермейтін болам. Стопты қойып оқып алсаңыздар болады. Осы мәтін бойынша тапсырма, бірінші тапсырма. Мәтіннен Арманның мінез құлқын сипаттайтын сөйлемдерді тауып, көшіріп жаз. Өзі бір кісі, алдынан қия өтпейтін тәрбиелі бала. Көрмеген жерде құрақ ұшып амандасатыны бар. Келесі. Екінші абзацтағы әндетіп деген сөзді басқаша қалай айтуға болады? Шырылдап, безілдеп. Келесі. Арманның көршісі неліктен таңдады? Келесі. Осының жауабы: Арманның бейтаныс тілде сөйлегеніне таңданды. Келесі. Арман навш тіліндегі сөйлеуді қайдан үйренді деп ойлайсың? Балалар бейтаныс тілге ұқсатып, жаңа сөздер ойлап тауып, өзара сөйлесуі мүмкін. Арман фильм кейіпкерлерінің сөздерін қайталап отыруы мүмкін. Келесі тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша түсіндіруге немесе бағалауға бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ. Көрші Арманның сөйлеген тілін неліктен түсінбеді? Көршінің Арманға күлкісін сездірмеуге тырысуының себебі неде деп ойлайсың? Осы міне балалар сұрақтар. Келесі сұрақ. Жауабы осы сұрақтардың. Ол фантастикалық фильмдегі ойдан шығарылған тіл болғандықтан өзінің аңғалдығын сездіргісі келмеді. Осы міне жауаптар. Енді келесі тапсырма.
Үшінші тапсырма. Оқылымға берілген мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтап, әр бөлікке сәйкес тақырып қой. Мәтіннің құрылымдық бөліктері: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Осы үшеуіне тақырып қою қажетпіз. Бірінші кіріспеге Арман тәрбиелі бала, Арман мен көршісі деген тақырыптар қоюларыңызға болады. Келесі негізгі бөлімге Наваш тілінде сөйлеу, бейтаныс тіл, көршінің таңданысы деп тақырып қоюларыңызға болады. Келесі қорытынды аңғал көрші. Келесі төртінші тапсырма. Жоғарыда оқылған мәтінге жаңа кейіпкерлер немесе оқиғалар қосып мәтінді аяқтап жазасыздар. Осы кезде қасымызға тағы бір бала келді. Арман екеуі Наваш тілінде біраз әңгімелесті. Олардың сөздеріне ауладағы балалар да таңдана қарап қалысыпты. Мұны байқаған бейтаныс баланың: сендер де Наваш тілінде үйренгілерің келе ме? дегеніне ақ сол еді балалар қуанып шулап қоя берді. Арман мен бейтаныс баланың қасына жиналған балалардың бәрі өзара шүркілесіп мәз болып жатыр. Мен аватардың тілін білетін балаларға сырттай қызығып қарап отырдым. Міне балалар, осылай жазасыздар. Міне балалар, мынау дескриптор, осы дескрипторден де қарап алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.